1274 жыл. Монголдардың теңдессіз әскери күші Жапонияның жағалауына жақындап келеді. Моңғол ханы Құбылай Қытай мен Кореяны бағындырып болғаннан кейін өз назарын кішігірім бір аралға аударды. Бұл арал Жапония еді. Құбылай хан бұл аралды жаулап ала алды ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Біз оқиғаны баяндаудан бұрын каналға жазылып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. 13 ғасыр Шыңғыс хан бастаған қалың қол Еуразия құрлығының көп бөлігін өз қол астына бағындырды. Ұлы ханның қазасынан кейін оның ұлдары мен немерелері бұл істі әрмен қарай жалғастырды. Осылайша Шыңғыс хан тұсында жауланбай қалған Қытай мен Корея жерлерін басып алу үшін 1253 жылы Мөңке хан тарапынан арнайы әскер жасақталды. Және әскер басына ханның інісі Құбылай тағайындалды. Бұл жаулап алу соғыстарында Құбылай өзінің тактикалық дарындылығы және айбынымен көзге түсті. Мөңке ханның өлімінен кейін Құбылай 1264 жылы бауыры Арық Бұқаны жеңіп, Қаған тағына отырды. Құбылай 1260 жылы Моңғол империясының астанасын Қарақорымнан Ханбалыққа, яғни қазіргі Пекинге көшіріп, империяның орталығын оның оңтүстік бөлігінде орналастыруға тырысты. 1271 жылы Моңғол империясының атауын Юань империясы деп өзгертті. Шамамен осы уақытта Құбылай Қытайдың оңтүстік Сун патшалығына басып кірді. Бұл патшалықтың экономикалық күшін әлсірету мақсатында Жапония мен оңтүстік Сун патшалығы арасындағы тығыз байланысты үзу үшін Жапонияға елші аттандырды. Осы кезде Жапонияда Камакура сегунаты билік жүргізді. Сегун Ходзе Токимуне елдің саяси және әскери істерін басқарды. Камакура сегунаты салыстырмалы түрде оқшау саясат ұстанып, сыртқы әлеммен байланысы шектеулі болды. Құбылай Камакура сегунатына алғаш рет 1264 жылы елшілік жіберді. Бұл елшілер арқылы жіберген хатында Құбылай Жапония бұрыннан Қытайға елшілер жіберіп отырған. Алайда, менің билігімнің басынан бастап сіздерден ешбір хабар болған жоқ. Сіздер Юань империясы туралы естімеген шығар деп ойлап, елші жіберіп отырмын. Бір-бірімізге барып қайтып, болашақта достығымызды нығайтайық, деді. Басқаша айтқанда, Құбылайдың бастапқыда Жапонияны жаулап алу жоспары болмаған секілді. Дегенмен, хаттың соңында мен әскер қолданғым келмейді, сіздерден бәрін жақсылап ойлануды сұраймын, деп сес көрсетіп жазған. Яғни мұны қатер ретінде қабылдауға болады. Егер біздің шарттарымызды орындамасаңыздар, сіздерді күшпен бағындырамыз дегенге саяды. Камакура сегунаты аталмыш хатты императорлық соттың дипломатиялық бөлімшесіне тапсырды, ал онда хатқа жауап қайтармауға шешім қабылдады. Бұл шешімді білген сегунат оны Кюсю аралындағы Дадзайфуда орналасқан Юань елшісіне жеткізіп, оны кері қайтарды. Содан бері Құбылай жиі елшілер жіберіп отырды, ал сегунат бұл қарым-қатынас орнату әрекеттерін елемей келді. Басқаша айтқанда, Жапония дипломатиялық қарым-қатынасқа қабілетсіз болды. Әрине, егер сегунат Юань империясының ұлан ғайырлығын және оның Жапониядан қаншалықты күшті екенін білсе, оны елеусіз қалдырмайтын еді. Ақыр соңында шыдамы таусылған Қаған 1274 жылдың қараша айында флоттың зәкірлерін көтерткізіп, Кореядан Жапонияның Кюсю аралына қарай бағыттады. Бұл флот құрамында 900 кеме болды. Олардың бортында әр түрлі деректер бойынша шамамен 25 000 моңғол жауынгері. Сонымен қатар 10 000 Қытай және 5 000 Корей жауынгерлері мен матростары орналасты. Орта ғасырлық өлшемдер бойынша аса үлкен бұл әскерді Құбылай санаулы айлардың ішінде жинақтаған. Моңғолдар еш қиындықсыз Цусима және Ики аралдарын басып алды. Кюсюдің солтүстік батыс жағалауындағы жалғыз қолайлы орын Хаката шығанағына кірді. Жағаға түсіп, 3 шағын ауылды басып алғаннан соң олар самурайлардың қатты қарсылығына тап болды. Шамамен
3,5 мыңнан 6 мыңға дейін жауынгерден тұратын шағын самурай жасақтары басқыншыларға қарсы шабуыл жасады. Алайда күштердің ара салмағы тым теңсіз еді. Шайқас алаңында көптеген самурайлар қаза тапты. Тірі қалған аз бөлігі ескі, жартылай қираған бекіністерге шегінді. Монғолдардың әскери басымдығынан бөлек олардың қатыгездігі де бірден байқалды. Камакура сегунатының самурайлары қатаң күзет жүйесінің болмауынан және шабуылға дайын болмауынан дұшпанның жағалауға еркін түсуіне мүмкіндік берді. Осылайша шайқас басталды және сегунат әскерлері ауыр жеңіліске ұшырады. Алайда алғашқы шайқастан кейін басқыншылар шегінуге мәжбүр болды. Күн батып кеткен еді. Оның үстіне шайқас барысында Қытай қолбасшысы Лю жараланды. Түнгі шабуылдардан қауіптенген монғолдар кемелеріне қайтып, таңертең Кюсюді толық жаулап алуды көздеді. Бірақ сол түнде Жапония жағалауында бұл маусымда жиі болатын қатты дауыл басталды. Монғолдардың 200-ге жуық кемелері жартастарға соғылып, суға батты. Олардың ішінде 13 мыңға жуық адам опат болды. Қалған кемелер қатты зақымданды. Аман қалғандары зорға кері оралды. Бұл жеңіске бүкіл Жапония императордан қарапайым шаруаларға дейін қуанды. Елді басқыншылардан құтқарған осы алапат дауылды жапондар камикадзе, яғни қасиетті жел деп атады. Монғолдардың Жапонияға жасаған бірінші шабуылы сәтсіз аяқталды. Бұл оқиға Жапонияның ұлттық бірлігін нығайтып, камикадзе ұғымының пайда болуына себеп болды. Құбылай хан үшін Жапония Тынық мұхиттағы соңғы кедергі еді. Егер ол бұл аралды бағындырса, Қытайдың теңіз жолдарын толық бақылауына алатындығына сенімді болды. Хан 1275 жылы Жапонияға тағы бір елшілік жіберіп, тағы да алым-салық төлеуді талап етті. Алайда бұл жолы сегунат алдыңғыдан да қатаң түрде жауап беріп, монғол елшілерінің басын Камакура маңындағы жағажайда шауып тастады. Бірақ хан бұл әрекеттен тайсалмай, 1279 жылы тағы да елшілік жіберді. Бұлар да алдыңғы елшілермен бір тағдырды бөлісіп, олардың да басы алынды. Осыдан кейін Құбылай хан Жапонияны Юань империясына қосу үшін тек күш қолдану ғана нәтиже беретінін түсінді. Бірақ неге ол Жапонияға екінші соққыны бірден жасамады? Бұған бірнеше себептер кедергі болды. Біріншіден, Құбылай Қытайды толық бағындыруы қажет болды. 1274 жылға дейін монғолдар Қытайдың үлкен бөлігін жаулап алған еді. Бірақ 1279 жылға дейін Сун әулетінің қалдықтары әлі де басқыншыларға қарсы күресіп жатты. Қытайды толығымен бағындырмайынша Құбылай Жапонияға қайта шабуыл жасай алмайтын еді. Екіншіден, ол жорыққа алып флот құру керек болды. 1274 жылғы флот тым әлсіз еді. Құбылай бұл жолы ең үлкен әскери теңіз операциясын ұйымдастыруды көздеді. Ол үшін 100 мың сарбаз, 4 мыңнан астам кеме қажет еді. Мұндай ауқымды армияны жинау үшін жылдар керек болды. Үшіншіден, қарсыласты зерттеу қажеттілігі туындады. 1274 жылғы шапқыншылықтан кейін Камакура сегунаты екінші шапқыншылық болады деп, оған қарсы қорғаныс шараларын күшейтуге кірісті. Олар Кюсюдегі самурайларды жақсырақ ұйымдастырып, форттар, үлкен тас қабырға және де басқа да қорғаныс құрылымдарын тұрғызды. Құбылайдың тыңшылары бұл туралы ханға хабарлап жатты. Бірақ хан бәрібір өзіне сенімді еді. Құбылай бұл жолы бәрі өзгеше болады деп сенді. 1281 жыл Құбылайдың ең үлкен армиясы Жапония аралында орналасқан Камакура сегунатын жаулап алуға әзір. Соғыс жоспары да дайын. Құбылай ханның екінші шапқыншылық флоты алдыңғысынан әлде қайда үлкен болды.
Бұл жолы ол Сун әулетін жеңіп, олардың әскери теңіз күштерін иемденгеннен кейін 4400 кемеден және 140 000 адамнан тұратын әскер жасақтады. Кейбір тарихшылардың пайымдауынша бұл сан көбейтіліп айтылған. Бұл әскер Моңғол, Түркі, Қытай және Корей жауынгерлерінен құралды. Шабуылға 2 флот дайындалды. Біріншісі Шығыс флоты, Кореяда 900 кеме. Екіншісі Оңтүстік флоты, Оңтүстік Қытайда 3500 кеме. Юань генералы Арахан операцияның жоғарғы қолбасшысы болып тағайындалды. Шығыс жолының әскерлері 1281 жылы 22 мамырда Корея жағалауларынан шығып, маусымның 9 күні Суциманы, 14 маусымда Ики аралын басып алды. Бұл әскер Ики аралында оңтүстік маршрут әскерін күтуі керек еді. Бірақ олардың қолбасшылары Хон Дагу мен Ким Бан Гён бұйрықты орындамай, материктік Жапонияға өз беттерінше басып кіруге шешім қабылдады. Олар 23 маусымда Кюсю аралындағы Хаката шығанағына шабуыл жасады. Алайда, бұл жолы әскер екіге бөлініп, бір флоты 25 маусымда Хонсю аралына шабуыл жасады. Олар 300-ге жуық кемемен Нагато түбінде самурайлар тарапынан тойтарылды. Юань сарбаздары Ики аралына шегінуге мәжбүр болды. Ал Хакатада жапондар қорғаныс бекіністерін тиімді пайдаланып, қатты қарсылық көрсетті. Қорғаныс қабырғалары өз міндеттерін атқарып, жау жағаға тұрақты түрде орныға алмады. Нәтижесінде шайқастар негізінен кемелерде жүрді. Ақыры ауыр шығынға ұшыраған юандықтар Шига және Ноки аралдарына, кейіннен Ики аралына шегінді. Мұнда олар жапондық кемелердің үздіксіз шабуылына ұшырады. Жапон самурайларының ерлігі туралы көптеген аңыздар осы кезеңдегі шайқастарға негізделген. Жапондықтардың кемелері маневр жасауға ыңғайлы еді. Самурайлар күн сайын Юань флотына шабуылдар ұйымдастырып, олардың мазасын қашырды. 16 шілдеде Юань сарбаздары мен жапон самурайлары Ики аралы үшін шайқасты. Нәтижесінде юандықтар Хирадо аралына шегінуге мәжбүр болды. Оңтүстік флоты жетіп келгеннен кейін екі әскердің бірігуіне біраз уақыт кетті. Біріккен әскер Така аралын басып алып, Хакатаға шабуылға шықты. 2 апталық шайқас нәтижесіз аяқталды. Басқыншылар азық-түлік тапшылығына тап болды. Бірақ бұл жолы да табиғаттың тылсым күші бұл шайқаста шешуші рөл атқарды. Камикадзе жағдайды түбегейлі өзгертті. 14 тамызда күшті тайфун Юань флотының барлығын дерлік жойып жіберді. Жапондықтардың шабуылынан қорғану үшін бір-біріне байланған кемелер дауыл кезінде қирап, жағаға соғылып быт-шыт болды. Юань әскерінің 3/2 бөлігі қаза тапты. Мыңдаған сарбаздар Имари шығанағының жағалауына шығып қалған, немесе жағада қалып қойған еді. Ал жапондар оларды еш аяусыз өлтірді. Аман қалған кемелер Қытайға кері қайтты. Жапондықтарды басқыншылардан құтқарған осы дауылды жел Камикадзе, немесе Құдайдың желі деп аталды. Бұл тарихтағы ең үлкен теңіз шапқыншылықтарының бірі болды. Бірақ моңғолдар үшін ол ең үлкен жеңіліске айналды. Құбылай хан жорықты қайталағысы келді, бірақ оның әскерлері бұл идеядан қорқа бастады. Жапонияны Құдай қорғап тұр деген аңыз бүкіл Шығыс Азияға тарады. Құбылай хан 1294 жылы қайтыс болды. Ол Жапонияны ешқашан бағындыра алмады. Егер бұл тайфун болмағанда, Жапония юаньдықтардың қолына түсер ме еді? Жапондар мықты қорғанды, бірақ моңғолдардың күші әлде қайда басым еді. Бәлкім
тарих мүлде басқа бағытта өрбитін еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер камикадзе болмаса, Жапония тарихы қалай өзгерер еді? Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.